Кайрылуу таң Асылтым. Осыдан бір жыл бұрын, тура бір жыл бұрын Танысу сайтында Табурнияда отырған қыздар жігіттер болса білу керек, сол жағында лента деген хабарлама жүргізетін жағы бар. Сол жақта бір мынандай көрді келген. Қазір сурет жоқ енді менде, бірақ сол кезде оқығам. Қайсысын болмаса нені таңдайтынын білмей жатсам, шатасып, қиын жағдайда жүрсем, өзіңді таңда деп. Енді ол кезде кішкене сәл ұйқыда тұғым деп па, миым санам жадым әлі ашылмаған. Сонымен міне бір жыл өтті. Бір жылда сұмдық көрмегенім жоқ. Мүшелден өттім, Құдайға шүкір. И қазір тағы сол неде қарап, ойланып, саралап, қазір түйін түйгені. Сізге жақсылықтар қалай келеді, болмаса сол элементарды қалай кеуге тез, болмаса қалай жақсы жұмыс табасыз, болмаса өмірде қалай орныңызды табасыз. Егер сіз өзіңіз жақсы көрмесеңіз, егер сіз өзіңіз танымасаңыз, егер көңіл күйіңізді бірінші орынға қоймасаңыз, егер өзіңіздің қалауыңызды бірінші қоймасаңыз, егер өзіңіздің барша өмірлік дүниетанымыңызды сіз өзіңіз жақсы көрмесеңіз, сіз өзіңіздің бүкіл тұлға бойыңызды, түріңізді, түр-пошыңызды, дене бітіміңізді, бүкіл сіздің даусыңыз болсын, көзқарасыңыз болсын, сіздің иісіңіз болсын, өзіңізді жақсы көрмейінше, бұл әлем сізге жабық, бұл әлем сізге қараңғы, бұл әлем сізге жауыз, бұл әлем сізге дұшпан, жау болып көрінеді. Сондықтан асыл қыздар, ардақты жігіттер, асыл ұлтым, егер жақсылыққа бір қадам, бір нышан жеткім келеді десеңіз, өзіңізді таңдаңыз, өзіңізді іздеңіз, өзіңіздің кім екенін, қандай екенін бағалаңыз. Сол кезде бұл әлем ажарлана, нұрлана түседі. Айтқаным айтқан.